Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы қазақ жоңғар шайқастары. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін соның бірінші сабағын өтеміз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Қазақ жоңғар шайқастары бірінші сабақ. Зерттеу сұрағы: неліктен Аңырақай шайқасы қазақ жоңғар соғысындағы түбегейлі бетбұрыс деп саналады? Сабақтың мақсаты Аңырақай шайқасы туралы мәлімет алу, Аңырақай шайқасының тарихи маңызын анықтау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қарақұм және Ордабасы құрылтайының маңызына талдау жасадыңыздар. Ең алдымен балалар білімнің сайтын пайдаланып, қазақ жоңғар шайқастарына байланысты бейне жазба көретін боласыздар. Бұланты шайқасы туралы не білесің? Аңырақай шайқасының тарихи маңызы қандай? Бұланты мен Аңырақай шайқастарына қатысқан тарихи тұлғалар жайлы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Бұланты шайқасы туралы не білесің? Бұланты шайқасы 1728 жылы Әбілқайыр мен Бөгенбайдың басшылығымен Бұланты өзені бойындағы Қарасиыр деген жерде қазақ жасақтары құрамында Қабанбай, Жәнібек, Есет, Малайсары, Байғозы сынды батырлар мен жоңғарларға қарсы тұрып, ерлікпен шайқасты. Бұланты шайқасында қазақ жасақтары жоңғар әскерін тас-талқан етіп жеңді. Бұл жер тарихта қалмақ қырылған деген атау алды. Шұбар теңіз, Қарасу, Бұланты шайқастары ұлы даланың қазақтар үшін маңызды аймақтарына жоңғарлардың келуін тоқтатты. Бұланты шайқасындағы жеңістің қазақтар үшін маңызы зор болды. Бұл жеңіс қазақ жасақтарының өз күшіне сенуге, халық санасында бетбұрыс жасауға мүмкіндік берді. 18 ғасырдың 20 жылдарының соңында жау Ұлытау аймағынан шығарылды. Сонымен бірге бұл жеңіс Аңырақай шайқасының маңызын анықтап берді. Аңырақай шайқасының тарихи маңызы не? Аңырақай шайқасы 1730 жылы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Алакөл деген жерде болды. Бұл шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр басшылық етті. Шайқасқа 300-дің жасақтары қатысты. Шайқаста дәстүрлі жекпе-жек орын алды. Нәтижесінде қазақ батыры Абылай жеңіске жетіп, жаудың рухы құлазыды. Шайқастан жеңілген жоңғарлар аңырап, боздап қашты деседі. Сондықтан да осы шайқасты жоңғарлардың аңырауы, яғни Аңырақай шайқасы деп атап кеткен. Бұланты мен Аңырақай шайқастарында жеңіске жеткізген жағдайларға тоқталып өтейік. 300-дің хандары мен батырлары бірігіп қол бастаған болатын. Бұл қазақ халқының ауызбіршілікте әрекет ететінін тағы бір дәлелдеп берген еді. Бірліктің арқасында жоңғарлар қазақтардың ата қонысын тастап қаша жөнелді. Сонымен қатар, Әбілқайыр ханның тиімді соғыс тактикалары мен батырлардың ерлігі ерекше рөл атқарды. Сонымен балалар, біз бейне жазбаны көріп аяқтадық. Кішігірім конспект оқыңыздар. Кішігірім конспекті оқып аяқтасақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: қазақтарды жеңіске жеткізген жағдайларды белгілеңіздер. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, балалар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: сөйлемдерді толықтыру керексіздер.
Міне балалар, бізге керекті сөздер берілген. Осы керекті сөздерді оқып, сөйлемдерге қойып шығасыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.